Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Бүгін біз сендермен жанды табиғат бөлімін аяқтағалы отырмыз. Бұл бөлімдегі тақырыптарды есімізге түсіріп, қорытындылаймыз. Бүгінгі сабақта сендер оқыған, тыңдаған материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазасыңдар. Тірек сөздер, көмекші сөздер арқылы мәтіннің түрлерін және оның құрылымдық бөліктерін анықтайсыңдар. Бізге берілген суреттерді бояйық. Егер біз суреттерді дұрыс таңдасақ, мәтіннің түрлерін ажырата аламыз. Бұл сендерге оңай болу керек. Күнді сары түспен бояймыз. Мұнда әңгімелеу мәтіні. Әңгімелеу мәтіні бір нәрсе жайында хабарлайды. Не істеді сұрағына жауап береді. Жүректі күлгін түспен бояймыз. Сипаттау мәтінінде адам, табиғат, жануарларды сипаттайды және қандай деген сұрақ қойылады. Бұлтты көк түспен бояймыз. Пайымдау мәтінінде оқиғаның себептері түсіндіріледі және неліктен деген сұраққа жауап береді. Жарайсыңдар балалар, мәтіннің түрлерін есімізге түсірдік. Ендеше келесі мәтінге назар аударайық. Мәтінді мұқият тыңда. Бұлай қыстың хабаршысы. Бұлайда жердің топырағы тоң болып қалады. Қара суық күшейеді. Су бетіне қабыршық мұз қатады. Күн қысқарып, түн ұзарады. Кей жерлерді қар басады. Кей жерлерде жауған жаңбырдың арты қарға айналады. Бұл қай ай? Бұл қараша айы. Қараша айы күз мезгілінің айы болғанымен, бұл айда күн суытып, алғашқы қар жауып, қыстың келгенін хабарлайды. Енді мәтіндегі жұлдызшамен берілген сөздердің мағынасын оқулығымыздың соңғы бетіндегі сөздіктен қарап оқиық. Хабаршы, хабар жеткізуші. Тоң, қатты суықтан топырақтың сіресіп қатып қалуы. Қара суық, жер қара кездегі жауын шашынсыз ызғарлы суық. Қабыршық мұз, жаңа қатқан жұқа мұз. Бұл сөздердің мағынасын естеріңе сақтаңдар. Қазір мәтін бойынша берілген жоспарды толықтырайық. Мәтіндегі бұл ай қыстың хабаршысы. Жоспарда қыстың хабаршысы деп алынған. Бұл айда жердің топырағы тоң болып қалады. Бұл сөйлемді жоспарда тоң болып қатуы деп алған. Енді келесі сөйлемге назар аударайық. Қара суық күшейеді. Су бетіне қабыршық мұз қатады. Бұл сөйлемдерге қандай тақырыпша қояр едіңдер? Бұл сөйлемдерді қабыршық мұздың пайда болуы деп алайық. Күн қысқарып, түн ұзарады. Бұл сөйлемді қалай атауға болады? Күннің қысқарып, түннің ұзаруы деп алайық. Кей жерлерді қар басады, кей жерлерде жауған жаңбырдың арты қарға айналады. Бұл сөйлемдерді қардың түсуі деп алайық. Балалар, осы жоспар бойынша мазмұндама жазыңдар. Жұмыстарыңды ұстаздарыңа тексертіп алыңдар. Бізге лашын туралы 3 мәтін берілген. Бірақ бұл мәтіннің түрлері әртүрлі. Қане тауып көрейік. Лашын қазіргі кезде сирек кездеседі. Табиғатта саны азайып бара жатқан құстардың қатарында. Сондықтан ол біздің елімізде қорғауға алынған. Екінші мәтінді оқиық. Лашын сұңқар тұқымдасына жататын жыртқыш құс. Лашынның ту сырты көк сұр немесе қара сұр, ал алқымы ақ сұрлау болып келеді. Көзі дөп-дөңгелек, қап-қара. Қанаты ұзын және сүйір, саусақтары салалы. Үшінші мәтінді оқиық. Мен лашынды хайуанаттар бағынан кездестірдім. Ол ұясында отырды. Ол бізден қорыққан да жоқ. Балалар, мәтіннің түрлеріне ажырата алдыңдар ма? Бірінші мәтін
пайымдау мәтіні. Себебі бұл мәтінде дәлелденетін пікір лашынның сирек кездесуі. Мәтінде құстар азайып бара жатыр деп дәлелдеген. Және қорытынды пікір, сондықтан ол біздің елімізде қорғауға алынған деп қорытындылаған. Және бұл мәтінде пайымдау мәтінінің сондықтан көмекші сөзін байқай аламыз. Екінші мәтін сипаттау мәтін, және үшінші мәтін әңгімелеу мәтіні екен. Екінші мәтінде лашындың түрін, түсін сипаттаған. Бұл мәтінге біз қандай деген сұрақ қоямыз. Үшінші мәтін әңгімелеу мәтіні. Мұнда не істеді деген сұраққа жауап беріп тұр. Бәрекелді балалар. Қазір сергіту сәті. Ойынның атауы бұл қай құс деп аталады. Қазір сендерге құстың сипатын, түр түсін айтамын. Сол арқылы қай құс екенін тауып көріңдер. Бұл бауыры ақ, өте сүйкімді құс. Бір жылда 1 миллион құрт жейді. Ұясын адамға жақын жерге салады. Бұл құсты адамның досы деп те атайды. Ендеше бұл қай құс? Бұл қарлығаш құсы. Қазақта қарлығашты киелі санайды. Қарлығаш туралы көптеген аңыз әңгімелер тараған. Бұл құстың тұмсығы ұзын. Ағаш діңінде отырып, тұмсығын дінге тоқ-тоқ соғады. Ағашты зиянды жәндіктерден тазалайды. Оны емші құс деп те атаймыз. Бұл қай құс? Бұл тоқылдақ. Тоқылдақты орман дәрігері деп те атайды. Солай емес пе? Балалар, құстардың пайдасы туралы бейне материалға назар аударайық. Біз сендермен жанды табиғат бөліміндегі тақырыптарды есімізге түсірдік. Енді сөз жұмбағы арқылы қорытындылайық. Бірінші сұрақ. Мәтіннің соңғы бөлімін қалай атаймыз? Қорытынды. Хат жазу сөйлеудің қай түріне жатады? Жазбаша түріне жатады. Кіріспе, негізгі, қорытынды бұлар не? Бөлім. Қандай сұрағына жауап беретін мәтіннің түрі? Сипаттау мәтіні. Затты нақты суреттесе, ол қандай мәтін? Ғылыми мәтін. Тыңдалым сөйлеудің қай түрі? Ауызша түрі. Сиқырлы сөз. Рахмет. Бүгінгі сабақта сендер оқыған, тыңдаған материалдар бойынша жоспар құрып, мазмұндама жаздыңдар. Тірек сөздер, көмекші сөздер арқылы мәтіннің түрлерін және оның құрылымдық бөліктерін анықтадыңдар. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.